Қазақтар жаңа Қазақстанның болмысын қалыптастыруда барша ұлыстарды үйістірушы рөлге ие. Енді кімнің айыбы бар? Осылай болып қалдық біз көп. Ұлттық, көп этникалық ел болдық. Олардың жазығы бар ма? Біз өзімізде Совет одағының солардың біреуі болдық. Төмпештеді, тілімізді тартып ала бастады, ділімізді тартып аласын. Солар сөйтіп кеткен деп біз де соны жасауымыз керек ме? Онда біздің кемеңгерлігіміз қайда, халықтың кеңшілігі қайда? Егер де оны жасайтын болсақ, өзіміз қазақтығымыздан да айырылып қаламыз. Бұл жасап отырған саясат қазақтың ұлттық сипатын сақтап, дамытудың, еліміздің қазақы болмысын нығайтудың басты факторы деп санау керек, халқым.